Қайырлы күн, қымбатты оқушылар. Жаңашылдыққа құмар тәрбие мекені Алматы мемлекеттік қуыршақ театры заман талабына сай түрлі байланыс құралдарын шығармашылық жаңалықтармен ұтымды үйлестіре отырып, көрермендермен жоспарлы да жүйелі, сапалы да пайдалы, тығыз қарым-қатынас жасауды негізгі жұмыс барысына айналдырып отыр. Театр ұжымы қойылым сахналауда өзінің бағыт-бағдарын түрлі жанрлармен сан алуан тақырыптарға ойыстырып, көрерменнің жас ерекшелігін, қызығушылығын, жаңашыл туындыларды сахнаға шығаруда. Солардың бірі Құтан мен Қарақшы қойылымы. Жеті көріністі словак ертегісі Ярослав Водрожектің Қарақшы туралы кітабының желісімен Евгений Фришердің аудармасы бойынша Санкт-Петербург қаласынан арнайы шақыртумен келген режиссер, продюсер, Кукарт халықаралық қуыршақ театрлар фестивалінің президенті Давид Бурманның режиссерлігімен жаңа қырынан сахналанды. Қойылым авторлары Либуша Лапейская, Ганка Крчунова. Құтан мен Қарақшы бүлдіршіндерге таптырмас рухани асыл қазына сыйлайтын, тәрбиелік мәні зор, қамқорлық пен мейірімділікке үндейтін, достық пен адалдық турасындағы ертегі. Дала төсінде өзінің қызметін адал атқарып жүрген Страшко есімді Қарақшы иесінің жеріне ешбір ұшқан құсты жолатпай, көрікті көктемде де, жайдары жазда да ерінбей еңбек етеді. Бірақ күз келіп, науқан аяқталғаннан кейін ешбір жанға керексіз болып қалған Страшко иемнің мені ұмытып кетуі мүмкін емес деген болжаммен көңілсіз ойға кетеді. Қымбатты қожайыны сен туралы ұмытып та кетті. Ұмытқан жоқ. Бүгін міндетті түрде келеді. Сен келеді деп кеш айтқансың. Ал, келді ме? Шынымен де мені ұмытып кеткен шығар. Ұмытылып қалғандығы белгілі болғанда, жер әлемді шарлауға бел буады. Желбір жеткен желір жүрген жайлауда біз бір бөкен ай. Тағы да достым! Желбір жеткен желір жүрген жайлауда біз бір бөкен ай. Ал көрші алқапта құтандар қанатын жаралап алған кішкентай құтанның жылы жаққа ұша алмайтынын алға тартып, жиналыс өткізеді. Айкодан кешірім өтініп, қоштасайық құтандар. Қоштасайық, алдым ішпетейік, қабылдың өшеді. Қошталмас. Осылайша Қарақшының қарауында қалған Айко есімді құтан қысты аман есен өткізеді. Бірақ көктем келісімен Айконың алдында үлкен таңдау тұрады. Өз үйіне, достарына қарай ұшып кете ме? Жоқ, қиын сәтте бауырына басқан жаңа досы Страшкомен бірге қала ма? Рахмет, рахмет саған Қарақшы. Көп рахмет. Айко, Рахмет. балапаным менің. Айко. Бұл әсерлі әрі философиялық мағынасы терең қойылым кішкентай көрермендерге жақсылық пен жамандық, сатқындық пен мейірімділік, нағыз достық, махаббат пен адалдық ұғымдарын түсіндіреді. Жабырқап тұрған бақтарда, жапырақ жерді жапқанда, қия алмай құстар мекенін, қайтуда жылы жақтарға. Жүрегім аяп соларды, соңына қарап толғандым. Қалдырып туған даланы,
қанатын құстар қағады, жылуын аңсап күнімнің. менің де жаным жаралы. Аталмыш ертегі әлемнің қуыршақ театр сахналарында сан түрлі форматта көптеген режиссерлік шешімдермен ұсынылып, бүлдіршіндердің және ата-аналардың сүйікті спектакльдерінің қатарына енген әйгілі туынды. Ал мемлекеттік қуыршақ театры сахнасындағы Құтан мен Қарақшы ертегісі ұлттық нақышта әрленген оқиға желісіне сай өзгеріп отыратын жылжымалы декорациямен, қазақы ою-өрнектен апталған киім үлгілерімен, халық және эстрада әндерінен іріктелген ертегі мазмұнын айшықтай түсетін қазақтың ұлттық аспабы домбырамен сүйемелдеген айрықша сәттерімен ерекшеленеді. Аз өмірін қысқартып, бара жатыр құз қайтып. Самырайды менің бала кезімдей, жалт етіп өте шыққан сезімдей. Әртістердің жанды дауыста орындауындағы әуелеген әсем ән ырғағына құрылып, домбыраның қоңыр үнімен әрленген мейірімділік, қамқорлық, жанашырлық, достық пен махаббат ұғымдарын насихаттайтын болмысы бөлек, айтары өзге, мағынасы мол Құтан мен Қарақшы спектаклі ізгі қасиеттерге жетелейтін үздік туындылар қатарында. Желбір жеккен желіп жүрген жайлауда, біз бір бөкен ай. желбір жеккен Желіп жүрген жайлауда, біз бір бөкен ай. желбір жеккен желіп жүрген жайлауда. Спектакльдегі режиссер қолданған ең ұтқыр шешім қойылымға таңдалған әртістердің бірнеше рөлдерді және оқиғаларды қатар алып жүруінде, және қуыршақ пен әртіс арасындағы байланыстың тығыздығы, сонымен қатар оқиға желісіндегі достық пен махаббат ұғымдарының түрлі қырынан көрсетілуі болып табылады. Қарақшы, мен сені сарайдан іздеп жүрсем, мұнда кесің ғой. Иә, осындамын. Мынау кім? Ол менің досым Айко. Айко мен Страшко арасындағы нәзік қарым-қатынас балаларды қамқорлық пен мейірімділікке, достыққа тәрбиелесе, ересектерді махаббат, жанашырлық, сүйіспеншілік сынды адами асыл қасиеттермен баурайды. Сенің жүрегің бе? Әрине балапаным менің. Мен қатты қуанғанда, немесе мұңайғанда, менің жүрегім осылай соғады. Келе ғой. Осы тұста аталмыш спектакльдердің басқа театрдағы Ақ Құтан мен Қарақшы арасындағы оқиғадан тағы бір айырмашылығы қайғы мен қуанышты әнмен жеткізуінде екендігін баса айта кеткен жөн. Қойылымның белгілі бір тұстарындағы кейіпкердің өзіне тән мұң қайғысына, қасіреті мен жалғыздығына қарамастан, әртістік құрамның іс-әрекеті, қимыл қозғалысы, детальдар мен реквизиттерді қолданудағы, оқиғаны жеткізу барысындағы сөздерді пайдаланудағы кәсіби биіктілігімен, көрерменмен байланыс орнату арқылы тудыратын көңілді сахналарымен спектакльге өзіндік бояу береді. Ұлттық әндер мен қазақы салт дәстүрді бала бойына дарытып, адамгершілік құндылықтарды насихаттап, жанашырлық пен қамқорлыққа тәрбиелейтін, табандылық пен мақсатшылдыққа үйрететін Құтан мен Қарақшы қойылымын Алматы мемлекеттік қуыршақ театрында тамашалауды ұмытпаңыздар, қадірлі достар. Театрға келіңіздер, біз сіздерді күтеміз. Ал енді балақайлар, мен сіздерге
тақырып бойынша 3 сұрақ қоямын. Бірінші сұрақ: Құтан мен Қарақшы пьесасының авторлары кім? Екінші сұрақ: Құтан мен Қарақшы қойылымының режиссері кім? Үшінші сұрақ: Не себептен Айко жылы жаққа ұшып кете алмады?